Баршаға ассалаумағалейкум достар. Сіздермен спорт жаңалықтары. Видеоны бастамас тұрып арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Мейвезер әлемдегі ең мықты боксшыны атанды. Ол Канеломен айқасқа шығады. 5 салмақта чемпион болған атын аңызға айналған америкалық кіші Флойд Мейвезер қазіргі таңдағы ең мықты кәсіпқой боксшы кім екенін айтты деп хабарлайды. Оның сөзінше, бірінші орта дивизиондағы WBI титуліне ие Теренс Кроуфорд осы атаққа әбден лайық. Меніңше қазір Кроуфорд паундты бірінші, ал енді оның табысы мол. Позицияға шыға алу тамаша. Теренс Кроуфорд осы бетінен қайтпа, ұлы болып қала бер, деп береді Флойдтың сөздің ring.com. Кроуфорд рингке қыркүйекте оралып, мексикалық бокс жұлдызы Саул Канело Альвареспен жұдырықтаспақ. Жеңіске жеткен жағдайда Кроуфорд ең мықты боксшы ғана емес, кепілді түрде PTP рейтингінде бірінші болады және жыл боксшы атанады. Қазіргі таңда салмағына қарамастан әлемдегі ең мықты боксшы украиналық Александр Усик саналады достар. 5 сәуір Жәнібек Әлімханұлы мен франциялық Анюэль Негаместің ортасындағы жекпе-жек болады. Кім фаворит деп ойлайсыздар достар? Билет құны 25 000-нен 225 000-ға дейін достар. Тағы қазақстандық боксшыларда 5 сәуір жұдырықтасады. Олардың барын кейінгі видеода нақтылап айтатын боламын. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.